Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге керекті дерек арнасы. Каналды жоғалтып алмау үшін бірден подписаться кнопкасын басып жазылып алыңыздар. Лүпіл басып пікір қалдыруды өтінемін. Айна ол ең қуатты объектілердің бірі. Айнаның өзінде жинақтаған энергия сіздің өміріңізді жақсы жағына да, жаман жағына да өзгертуге қуаты жетеді. Сондықтан үйдегі айнаға мұқият қараңыз. Айна ақпаратты қабылдауға қабілетті. Сондықтан кез келген абайсызда айтылған сөз өзіңізге қарсы шығуы мүмкін. Айнаға қарап ұрысып ренжуге болмайды. Әйтпесе сіз көп ұзамай проблемалар мен сәтсіздіктерге тап боласыз. Сонымен қатар айна адамның эмоцияларын есте сақтауға қабілетті. Сіздің үнемі қуанышты күйде тек қана жақсы сөздер айтып айнаға қарасаңыз, сізде көп ұзамай жақсы жаққа өміріңіз өзгеретін болады. Ал айнаның алдында жылап, шағымданып, негативті энергиямен қарайтын болсаңыз, онда айна сізге жамандық шақырып тартады. Кішкентай жарықтары бар сынған айналар қауіпті болуы мүмкін. Шеті ұшқан айналар. Енді осы айналардан аулақ болыңыз. Қауіпті болдырмау үшін айнаға қалай қарау керек? Үйден шыққанда міндетті түрде айнаға қарап, сіз жоқ кезде айнадан үйді күзетуін сұраңыз. Осылайша сіз өзіңіздің үйіңізді зұлым рухтардың енуінен қорғайсыз. Қос айна үйіңізді қорғап қана қоймайды, сонымен қатар сізге күні бойы жағымды энергия береді. Қос айна дегеніміз сіздің айнадағы келбетіңіз, былайша айтқанда, двойник зеркало. Осы жағымды энергияны алу үшін кетер алдында сіз сол айнаға қарап өзіңізге сәттілік тілеңіз, сонда күніңіз оңай өтеді. Егер сізге біреу айнаны сыйлыққа беретін болса, онда пайдаланбастан бұрын теріс энергияны жою үшін тұзды сумен жуып сүртіп алыңыз. Сондай-ақ үй тазалаған кезінде, уборка кезінде негативті залалсыздандыру үшін айналардың барлығын тұзды сумен сүртуді ұмытпаңыз. Айна мен телефонның камерасы да бірдей іспетті. Сондықтан да телефонның камерасына қарап отырып, өзіңіздің жылап отырған түріңізді бейнеге түсірмеңіздер. Рахмет.